Саламатсыздар, қадірлі көрермендер. Эфирде саяхат бағдарламасы. Біз қазір Шығыс Қазақстан облысы Катонқарағай ауданына қарасты Катонқарағай табиғи ұлттық парк аймағындағы теңіз деңгейінен 1500 метр биіктіктегі Арбат қақпасында тұрмыз. Егерде сіздер Қазақстандағы тағы бір көрікті жердің бірімен тереңірек танысқыларыңыз келсе, бізбен бірге болыңыздар. Қазақстандағы ең биік шыңның бірі Жеркіндік аталып кеткен Мұзтау шыңы. Биіктігі 4506 метр болатын тау Катонқарағай өңірінің мойнына таққан алқа іспетті. Мұзтаудан екі бірдей өзен бастау алады. Олар Ақбұлқақ және Ресей жеріндегі Қатын өзені. Катонқарағай өңірі Қытай Халық Республикасы, Ресей және Монғолия секілді үш бірдей мемлекетпен шекаралас жатқан аймақ. Өлке тек сұлулыққа ғана емес, тарихқа да бай. Халық арасында Катонқарағай атауының шығу тарихы жайлы да түрлі болжамдар көп. Біз соның ішінде шындыққа жақын деректерді білу мақсатында өлке азаматтарының әңгімелеріне құлақ түргенді жөн көрдік. Сол себепті өзінің туған ауылы Топқайыңда демалып жатқан белгілі жазушы Қалихан Ысқақ ағамыздың үйіне ат басын бұрдық. Осы өңірге қатысты аңыз шежірелер мен тарихи деректерден аздаған мағлұмат алу үшін біз Қалихан ағаны үйіне арнайы іздеп келдік. Ағамыз үйде болса жақсы болар еді. Саламатсыз баға, қалыңыз қалай? Аман есенсіз. Жазира деген қызыңыз бұн, Қазақстан ұлттық арнасынан. Оның негізгі аты Катонқарағай. Мына бұқтырманың егізіндей, мынау ана құратты көрдің бе? Соның ар жағында Ресей. Анау сол жерде Қатын су деген бар. Қатын су. Одан бар. Бір жақта Ене су. Содан кейін анау Лена деп жүргеніміз ол Лена емес, Ұлы Ене. Кезінде түркілер бұл жердегі судың, рудың атын, судың атын, жердің атын көбінде әйел жырағатының атыменен атаған. Қатын деген сөз, ол бір жағы ана деген сөз, ана су. Ене су дегеніміз де ана су. Ұлы ене, Лена дегеніміз ұлы ене деген. Себебі қатын деген ол титул. Туған өлке тарихы жайлы өзі зерттеп білген тың деректерді тереңінен тарқат әңгімелеген жазушы Мұзтаудың не себепті Жеркіндік аталып кеткендігін былайша түсіндірді. 18 ғасырдан бастап көптеген зерттеулер сонда жағы жер жаннат қай жерде деген. Страна Беловодье дейді орысшалар. Сол қайда болуы мүмкін дегенде дүниежүзілік географиялық қоғам зерттей келіп сонда Индия менен Қазақстанның ортасында мына бұқтырма өзенінің саласында болуы мүмкін деп қорытындыға келген. Сондықтан бұл жуырда былтыр алдыңғы жылы Берлиннен халықаралық ұлттық парктердің орталығынан екі дүркін бригада келіп осыны аралап қайтты. Аралап қайтты да сонда айтты, сіздер бұны екінші Швейцария дейді екенсіздер. Жоқ, бұл нөмір бірінші Швейцария. Швейцария нөмірі Алтаймен салыстыратын болсақ, ол әшейін. Мұндай жер еш жерде жоқ дейді. Катонқарағай ұлттық бағы орналасқан Катонқарағай ауданы Күршім және Зырян аудандарымен шектеседі. Бұрынырақта әрқайсысы өз алдына жеке-жеке болған үлкен Нарын және Катонқарағай аудандары біріктіріліп, 54 елді мекеннен тұратын үлкен бір аймаққа айналдырылыпты. Ал кезіндегі орман шаруашылығы мекемесі 2001 жылы Қазақстан Республикасы үкіметінің 970 қаулысымен Катонқарағай табиғи ұлттық бағы болып қайта құрылады. Көлемі 643.477 гектарды құрайтын бақ еліміздегі ең үлкен және ерекше қорғалатын аймақтардың бірі. Бақтың 217.000 гектары түгелдей орман алқабы. Мұндағы 435 қызметкердің 250-і инспекторлар.
Ұлттық бақтың құрамында 9 орманшылық, Берел және Ақсу деп аталатын филиалдар бар. Осы 6 жылда үлкен өрттерді жібергеніміз жоқ. Қазірде міне ауа райы қолбалы болып тұр. Ыстық жел, сонда аяқ болып тұр. Сонда дағы біз міне қазір осы орманымызды сақтап отырмыз. Елбасы айтқан тапсырма, мына Жасыл ел программасын дәл нақты біз өзіміз орындап жатырмыз. Жалпы мына жануарлар, өсімдіктер, осыны алып қарасақ, ұлттық паркта көп қызыл кітапқа кірген өсімдіктер мен жануарлар бар. Мысал үшін өзіміздің міне символымыз, мемлекеттің символы қар барысы дәл осы ұлттық паркта. Басқа жануарларды алсақ, міне 30 түрлі біздің міне құстарымыз қызыл кітапқа кірген. Бірнеше өсімдігіміз бар, дәл осы Алтай өңірінде, дәл осы ұлттық паркта өсетін. Соның бәрі қазір міне қорғауда. Біздің бір көрсеткішіміз, мақтанышымыз, соңғы жылда браконьерлік фактілер өте төмен деңгейге түсті. Біз тамылжыған табиғаты өзіне шақырып тұрған өлкемен танысуды Медведка тұқымбағынан бастадық. 10 000 гектарды алып жатқан шаруашылықта 22 қызметкер жұмыс атқарады. Тұқымбағы керекті техникалармен қамтамасыз етілген. Мұнда жыл сайын 50 гектар жерге Сібір шыршасының көшеті отырғызылады екен. Көшетін отырғызу үшін алдымен мынандай бүршіктен ортасы жарылып, дәні алынады. Бұл бөлектеп алынған дән арнайы қоймаларда кептіріліп, үгітіледі. Содан соң түрлі сырқаттарға қарсы лабораториялық тексеруге жіберіледі. Сертификат алғаннан кейін ғана барып, бұндай дәнді арнайы орындарға себуге болады. Аздап бой көтергенше 3 жылға дейін ерекше күтімді талап ететін шыршаны баптауда орманшылар біраз тәжірибе жинақтағандарын айтады. Тамырланып, өз бетінше өсіп кете алатын жағдайға жеткенде барып, Сібір шыршасының көшеті қазылып, даярланған алқапқа отырғызылады. Ал оған дейін жас өскіннің мекені осы жер. Күтіп баптайтын аял адамдар бар, жұмысшылар. Жаз бойы содар жұмыс атқарады. Арам шөбін жолады, суарамыз. Күн ыстық болған таңертең кешке 2 уақыттан суарап отырамыз. Таңға ерте сағат 6-дан сағат 10 мөлшеріне дейін, кешке жақын 4-тен бастап түнгі 10-ға дейін. Суаратын жұмысшылар олар бөлек, суарып отыратындар. Күтім жасайтын әйелдер бөлек. Шыршалар ең алғашында өскенде өсіріліп, 1 жыл күтім жасалып, қысында ол апелка ағашын үлгілермен жабылады, сақталып, келесі жылында суарылады, ол бойын өсіреді. 3-ші жылы өскен кезде ол жаңа далаға өсіруге жарайтын болған кезде далаға өсіреміз. Сондай-ақ Медведка тұқымбағының құрамында жергілікті мектептің орман шаруашылығы бар. Мұнда шырша және жыл жақтан әкелінген жемістердің тұқымы егіледі. Бұлардың күтіміне 15 оқушы жауап береді. Медведка орман шаруашылығындағы 22 қызметкердің қатарында аға орманшының көмекшісі, 3 орман шебері және тұқымбағындағы көшеттерді күтіп баптайтын жұмысшылар бар. Орманшыларды жаз, күз маусымдарында қатты алаңдататын нәрсе өрт. Жіті қадағалап отырмаса, сәл ғана жоғары температурада кез келген уақытта тұтанып кететін тілсіз жауды ауыздықтау өте қиынға соғады. Сондықтан шаруашылық қызметкерлері күн сайын бас қосып, өрттің алдын алу жайлы және тағы басқа да кезек күтілмейтін мәселелерді талқылап отырады. Тұқымбағының жұмысымен танысқан соң, біз Рахман Қайнары ботаникалық геологиялық қаумалының филиалына жүріп кеттік. Бұл жердегі әрбір нысанның ара қашықтығы кем дегенде 30-40 шақырымнан тұрады. Катонқарағай ұлттық бағы жайлы мағлұмат беріп, таныстырып отыру мақсатында бізге ұлттық бақ қызметкерлері Құралай Исканова, Александр Ковзев секілді азаматтармен филиал директоры Рахымғали Тоқышев жолбасшылық жасады. Орталығы Өрелі, Берел ауылдарында орналасқан ботаникалық геологиялық қаумалдың көлемі 100.610 гектар, 28 қызметкер жұмыс атқарады. Біз бет алған Қаракөл демалыс аймағы теңіз деңгейінен 2500 метр биіктікте орналасқан ең жоғарғы нысандардың бірі. Тау-тасқа еркін жүре алатын көліктің өзімен Қаракөлге кеш бата әзер жеттік. Мұнда бізді кезекшілікте жүрген инспекторлар қарсы алды. Саяхат бағдарламасы репортаж түсіріп жатыр. Қаракөлдің басынан мұзтауды көруді мақсат етіп барғанымызбен, кештегі жауған жауыннан соң таңертеңгілікте шыңды көру мүмкін болмады.
керісінше таңғы тыныштықтағы көл бетін тамашалау ерекше әсер қалдырды. Қаракөлді бұрын Язовая деп атаған екен. Себебі көлде яз деген балықтың түрі көп болған деседі. Кейіннен барып жергілікті тұрғындар көлдің қап-қара тұнық кейпіне байланысты атауын өзгертіпті. Көлдің тереңдігі 6 метр болса, ұзындығы 3, ені 1,5 шақырым. Көл бетіндегі аспанға көтеріліп жатқан буға қарап, бейне бір сағымшымен жүріп келе жатқандай боласыз. Мұнда келіп демалушыларды табиғаттың осындай сұлулығымен қоса, өлкенің тыныштығы таңғалдырады дейді инспекторлар. Апта сайын ауысып кезекшілік атқаратын оларға жүктелетін міндет табиғатты өрттен, әртүрлі заң бұзушылықтан қорғау, аң-құстарға санақ жүргізіп, табиғат құбылыстарын болжау, туристерге жол көрсетуде инспекторларға тапсырылған. Осы жерге туристер шетелден келіп жатады, Россиядан, Латвиядан келіп жатады. Сол кісілерді негізі біз маршруттар бойынша Мұзтауға дейін апарып қайтамыз. Жол көрсетеміз, соларға түсіндіреміз, от жақпауды, отты қалай жағуды, палаткаға қалай құруды, онан кейін маршруттарынан ауытқып кетпеуді көрсетіп, айтып түсіндіріп отырамыз. Ал жолы бір 4 турист келді, екеуі Латвиядан екен, екі жас жігітпен қыз, одан кейін екі үлкен кісі, екеуі де әйелдер. Сол астарына мынандай қып не салып алып кетті. Креслоның үстіне қоятын поролонды. Содан атқа мінгізейік десек, то биік болып кетеді, то аласа болып кетеді. Одан кейін еміндерді жарты сағат ес ақылымыз шығып, орындағы ерге отырғызып беруге. Осындай бір қызық жағдай болды. Бәріміз күліп жатырмыз, мына креслода отыратын кісілер тауға қайдан келіп жүр деп. Рахман қайнары ботаникалық геологиялық қаумалында үлкенді-кішілі 9 сарқырама бар. Қаракөлден 3 шақырымдай жердегі Язовая сондай ірі сарқырамалардың бірі. Тау аңғарынан құлап аққан өзен жаз мезгілінде арнасының бойымен 1,5-2 метрге дейін көтеріледі екен. Демалушылардың көп келетін әдемі орындарының бірі осы сарқырама. Экстремальды жағдайларды жақсы көретін кейбір демалушылар сарқырамадан қайықпен түсетін көрінеді. Катонқарағай ұлттық бағы қылқан жапырақты орманнан тұрады. Мұнда қайың, қызыл қарағай, бал қарағай, Сібір шыршасы, көктерек, шетен, мойыл, майсамырсын ағаштар өседі. Соңғы мәліметтер бойынша мұнда өсімдіктің 1000-ға тарта түрі өседі екен. Олардың 30-дан астамы қызыл кітапқа енген. Солардың ішінде бадан, мүкжүйдек, шайғурай, тағы басқа көптеген дәрілік өсімдіктер де бар. Мынау көп жылдық арша өсімдігі. Бұл өңірдің аршасының ерекшелігі мынандай болып, аласа жерге жабысып өседі екен. Ел ішінде осы арша өсімдігіне қатысты мынандай аңыз бар көрінеді. Ертеректе Алла тағала адам баласына ұзақ ғұмыр беріпті. Оны көре алмаған құзғын құс аузына тістеп алып қашса керек. Сол кезде аспаннан жерге құлаған адамның ғұмыры арша өсімдігінің үстіне келіп түсіпті. Сондықтан да ел ішінде арша өсімдігін емге пайдаланатындығы осыдан келіп шықса керек. Бақта қорғауға алынған сирек кездесетін жан-жануарлар мен құстардың да түрі жеткілікті. Еліміздің символы барыс, Орта Азия сусары, Алтай арқары секілді жануарлармен қоса, иконников жарғанаты, құстар мен балықтардың да бірнеше түрі қызыл кітапқа енгізілген. Тек Шығыс Қазақстанға ғана емес, алыс жақын аймақтардың барлығына аты мәлім Рахман қайнары да осы бақтың территориясында. Бұл бастау жайлы ел ішінде түрлі аңыздар айтылады. Ертеде Рахман есімді аңшы аң аулап келе жатып, бұғыны атып жаралайды. Аяғынан оқ тиген аң қашып, көзге көрінбей кетеді. Аққан қанның ізімен келген аңшы оның бір бұлаққа тоқтап, аяғын суға салып тұрғанын көреді. Аңшыдан үріккен бұғы одан әрі қашады. Содан кейін Рахман аңшы сол бұлақтың басынан бұғыны жиі кездестіреді және аяғының жарақаты жазылып шапқылап жүргенін байқайды. Шипалы судың қасиетін алғаш рет білген адам ретінде бастау сол кісінің есімімен аталыпты деседі. Ал Қалихан ағамыз бұл аңызды да жоққа шығармайды. Дегенмен де бұлақтың тәңір суы деген атауы одан да ертеректе болғанын айтады. Алтай жоталарының баурайындағы Рахман бұлақтары теңіз деңгейінен 1750 метр биіктікте орналасқан. Мына тастардың арасынан тәулігіне 600 куб метр ыстық су ағып шығады. Температурасы 35-42 градус болатын су әртүрлі сырқаттарға ие.
Шипалы суды халық игілігіне жарату мақсатында өткен ғасырдың 50-ші жылдары осы жерде Рахман шипажайы салыныпты. Құрамында радон, көмір қышқылы, гидрокарбонат, натрий, кальций сияқты химиялық элементтерге бай шипалы су ревматизм, тыныс жолдары, омыртқаның зақымдануы секілді көптеген сырқаттарға ем. Жергілікті тұрғындармен қатар еліміздің түкпір-түкпірінен, сондай-ақ көрші мемлекеттерден келіп емделушілерге жағдай жасалған. Мынандай ванналарды дәрігердің кеңесімен белгілі бір уақытта мөлшерімен қабылдай алады. Бастаудан шығып жатқан ыстық су мына Арасан көліне құяды. Ал сәл төменірек түссеңіз, Арасан суының сарқырамасы бар. Аймақтағы туризмді дамыту мақсатында Рахман бастауына қарай жол төселіп, жөндеу жұмыстары жүргізілуде. Шығыс Қазақстанның өзге өңірлерден басты ерекшелігі, мұнда марал өсіру шаруашылығы дамыған. Ежелден 4 түлік малдың бабын біліп, оны тұрмыста азық пен киім ретінде пайдалана білген жергілікті халық түз тағысында бағындыруға қол жеткізіпті. Еті ғана емес, мүйізі ем ретінде қолданылатын аңды өсірумен айналысатын шаруашылықты ауданның бірнеше жерінен кездестіруге болады. Бұл өңірдің басқа аймақтардан ерекшелігі фармакологиялық мақсатқа пайдалану үшін марал өсіріледі. Қазір біз осындай шағын шаруа қожалықтарының бірінде тұрмыз. Қоршауға алынған 200 гектарға жуық мына жерде бірнеше жылдан бері марал өсірілуде. Тау бөктері етегінен бастап жоғарыға қарай 1-ші, 2-ші, 3-ші саты деп бөлініп қоршалған. 2002 жылдан бері мұндағы маралдың саны 200-ге жетіпті. Негізі маралдың аталығы бұғы, аналығы марал деп аталады екен. Өңірдің қысы қатты болғандықтан да оның терісі суыққа төзімді болып келеді. Марал өсірумен айналысып жүрген Болатбек Исабаевтың осы аз ғана уақыт ішінде жинақтаған тәжірибесі де бір шама. Енді бұның әрбір айласы бар марал ұстаудың. Енді оның айласына осы біз жаңадан айналыссақ та үйреніп келе жатырмыз. Білмегенімізді жерден бұрынғы ұстаған шаруашылықтардан, бұрынғы адамдардан үйреніп тәжірибемізді молайтып келе жатырмыз. Жылына бір рәс төлбелер көбею жәнеге бұл малдың сондай тез көбеймеді. Дүз басына, мысалы үшін нормативі бойынша 45-40 сондай бас қозыға әкеледі дүниеге. Жәнеге қозыға әкелуі, төлдеуі бұның тағы да айналып келіп, жәнеге тамағына байланысты болып келеді. Қоршау ішінде маралдар үйір-үйір болып топтасып жүреді. Бір үйірге 15, тіпті 30 бас маралды біріктіріп, бір бұғы басқарады. Бұғылар арасында үйірге таласып, өзара жауласулар болып тұрады екен. Мұндай кезде шығында болады дейді маралшылар. Еркек бұғылар жаңағыдай өзін-өзі қонға дайындап, мынандай балшық қаунап, тамақ ішпей, өзін-өзі қонға даярлайды. Мынау солардың ванныйлары міне. Мына тұрған балшық, су, салқын. Маралдың мүйізі жылына бір рет қана мамыр, маусым айларында кесіп алынады. Адам ағзасындағы сан түрлі сырқаттарға шипасы бар мүйізді фармакологиялық жолмен өңдеп іске асыру елімізде әлі де болса дұрыс жолға қойылмай отыр. Өнімдерін өткізетін кәсіпорындар болмағандықтан, шаруа қожалығының азаматтары шет аймақтарға сатуға мәжбүр болып отырғандықтарын жасырмады. Өсіріліп жатқан аймағының ауа райына, жайылатын шөбінің құрамына қарай маралдардың сыртқы пішіні де әртүрлі болып келеді. Маралшылар неғұрлым биікте жайылған маралдың еті мен мүйізінің емдік қасиеті ерекше болатынын байқапты. Ал оны дәрі-дәрмек түрінде емдік мақсатта халық арасында кеңінен қолдану болашақтың еншісінде. Біздің Шығыс Қазақстан облысындағы сапарымыз осымен аяқталды. Адамзат баласы қоршаған ортадағы ластанған, бүлінген нәрселерді қалпына келтіре алады. Алайда ол үшін уақыт қажет. Сондықтан да біз келешек ұрпақ алдында табиғат үшін жауапты екенімізді естен шығармайық. Саяхат бағдарламасының келесі хабарында жүздескенше аман сау болыңыздар.